бүгінгі бізде 7-ші сабақ. Тақырыбы тактика және стратегия туралы ұғым. Жеңімпаздарды анықтау. Мақсаты тактика туралы түсіну және комбинация жасап үйрену. Тоғызқұмалақ ойынын ешқандай тактика және стратегиясыз ойнауға болмайды. Міндетті түрде алдыға жоспар қойып, соны орындау керек. Ойынның негізгі бағытын стратегия дейтін болсақ, сол ойында қолданатын жеке тәсілдерді тактика деп атаймыз. Тоғызқұмалақ ойында тактикалық әдіс-тәсілдер өте көп. Бірінші комбинация, екінші шабуылдау, үшінші қорғану, төртінші байлау, бесінші тұздық алу және беру, алтыншы айырбасқа шақыру, жетінші жүріс қысқарту және жүріс көбейту. Ойын барысындағы осы тактикалық әдістердің ең қиыны әрі маңыздысы комбинация жасау. Комбинация көздеген мақсатқа жылдам жеткізетін бірнеше ойлы жүрістердің нәтижесі. Отаудағы құмалақтарды шабуылға ыңғайластырып қою керек. Комбинация екі кезеңнен тұрады. Бірінші әзірлік кезеңі. Бұл кезеңде комбинация жасауға арналған позиция құрылады. Екінші мақсатқа жету кезеңі. Жүрістерді жасау арқылы мақсатқа жылдам жету. Тағы бір тактиканың түрі айырбасқа шақыру. Ол дегеніміз өзінің бір отауындағы құмалақтарды қарсыласқа бере отырып, сонша құмалақ қайтарып алу. Оның мақсаты қарсыластың позициясына әлсіздік тудыру, шабуыл күшін арттыру, қолайсыз жағдайдан шығып кету үшін қолданылады. Жеңімпаздарды анықтау. Жарыс жеңімпаздарын анықтау үшін жарысты өткізу жүйесіне байланысты келесі көрсеткіштер кему бағыты бойынша қолданылады. Бірінші айналма жүйесі. Жеке сынақты. Ұпайлар саны. Екінші жеке кездесу. Үшінші бергер коэффициенті. Төртінші шапшаң. Бесінші жеребе. Б командалық сынақта бірінші ұпайлар саны, екінші жеке кездесу, үшінші ерлердің бірінші тақтасының жеке кездесуінің ұтыс нәтижесі, әйелдердің бірінші тақтасының жеке кездесуінің ұтыс нәтижесі, бесінші ерлердің екінші тақтасының жеке кездесуінің ұтыс нәтижесі, тағы сол сияқты. Алтыншы шапшаң ойын, жетінші жеребе арқылы. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.